Армысыздар достар. Мен сіздерді қазақ тілін үйрететін оқытушыларыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Табиғат тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса Түркістан облысының табиғатымен таныстырады. Бұл өңір туризмнің барлық саласымен туристерді өзіне тарта алатын, еліміздегі көз тартарлық аймақтардың бірі деп айтсақ, қателесе қоймаспыз. Өйткені Түркістан өлкесінде Ақсу шатқалы, Ақсу жабағылы қорығының ең көрікті жерлерінің бірі. Ақсу жабағылы Қазақстандағы ең көне қорық саналса, сырға толы Сайрам Өгем еліміздегі ең жас мемлекеттік ұлттық табиғи парк болып есептеледі. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелері, синоним, мақал-мәтелдер, етістіктің шақтары, көңіл-күй одағайы, есімдік, жіктеу есімдігі, салалас құрмалас сөйлем, тыныс белгілері, тұрақты сөз тіркестері. Оқулықтың тапсырмаларын орындаңыздар. Көп рахмет.